Қайырлы күн, құрметті ата-аналар, ұстаздар және мектеп табалдырығын алғаш аттағалы отырған бүлдіршіндер. Бүгінгі сағынышқа, шаттыққа толы 1 қыркүйек білім күнімен құттықтаймыз. Білім күні барша халықтың дәстүрлі мерекесі. Оқушылар мен білім мен ғылым саласындағы ұстаздар, барша қызметкерлер үшін 1 қыркүйек жаңа бастамалардың, жаңа ізденістердің, жаңа идеялардың символы. 2023-2024 оқу жылында мектеп табалдырығын алғаш аттағалы отырған бүлдіршіндердің құрметіне арналған «Мектебім мейірім мекен» атты салтанатты жиынымызды ашық деп жариялаймыз. Атқанда азат мөлдіреп таңы, өлдер сәби елжіреп кәрі, қастерлі киім намысы елдің, көк туым тұрсын желбіреп мәңгі. Виктор! Азар! Уға! Әлихан Бөкейханов атындағы мектеп-лицейінде 2023-2024 жаңа оқу жылында 15-ші рет алғашқы қоңырау соғылмақ. Әр жыл сайын мектеп-лицей ұясынан қаншама түлектер ұшырылып, қазіргі таңда елімізге өз үлесін қосуда. Олай болса, мектеп табалдырығын алғашқы аттағалы отырған бүлдіршіндер де сол түлектердің жолымен еліміздің болашағы атанарына сенімдіміз. Ел болашағы білімді жастардың қолында. Өмір бойы мектебімді жыр етем, бір өзіңде бақыт, білім берекем. Шәкірттерің өрістесін өрлесін, құтты болсын білім күні мерекең. Салтанатты мерекелік жиынның алғашқы құттықтау сөзі мектеп лицей директоры Айгүл Төкен қызына беріледі. Құрметті ұстаздар, қонақтар, ата-аналар, құрметті оқушылар, баршаңызды бүгінгі білім күні мерекесімен шынайы көңілден құттықтаймын. Бүгінгі оқушы білім бәсекесіне төтеп бере алатын, санасы ашық, халқымыздың рухани адамгершілік құндылықтарын бойына сіңірген, 3 тілді еркін меңгерген тұлға болу керек. Осы мақсатқа жету жолында мектеп лицей ұжымы қажырлы еңбек етуде. Тек өткен оқу жылының қорытындылары осы жұмыстың нәтижелі екендігін дәлелдейді. Жыл бойы әр түрлі деңгейдегі интеллектуалды, шығармашылық, басқа да сайыстар мен олимпиадаларда ұстаздар мен оқушылар көптеген жүлделі орындарға ие болып, мектеп лицей мерейін үстем етті. Мысалы, халықаралық Равалент конкурсында мектеп лицей командасы 3-ші жүлделі орынды жеңіп алды. 10-шы сынып оқушысы Ермек Жанар
ұстаз ұлттау жобасы арқылы ағылшын тілі бойынша конкурс жеңімпазы атанып, Ұлыбританияда 2 апта болып қайтты. 11 сынып оқушысы Қалқаман Аслан республикалық абай оқуларынан жоғары марапатқа ие болды. Мектеп бітірген 42 түлегіміздің 32-сі, яғни 76%-ы грант арқылы жоғары оқу орнына түсті. Бұл жетістіктердің тек шағын ғана бөлігі. Жаңа оқу жылында ұстаздарымыз бен оқушыларымыз олардың жеңістері одан да көп болу үшін еңбек ететін боламыз. Құрметті ата-аналар, білім саласында болып жатқан жаһандандыру үрдісінде сіздермен ынтымақтаста болу ерекше маңыздылыққа ие. Сіздердің қолдауларыңыз, әрдайым назарларыңыз, оқу тәрбиесіне үрдісіне қатысуларыңыз маңызды шарт. Білім бәсекесі заманында бірлескен еңбегіміз балаларды білім шыңына жетелесін. Биылғы жылдан бастап еліміздің барлық мектептерінде ата-аналар академиясы жұмыс істейтін болады. Бұл да болса жас ұрпақтың тәрбиесі мен келешегі үшін жасалатын игі шара болмақ. Құрметті ұстаздар, жас ұрпақты тәрбиелеу жолында қажырлы, өлшеусіз еңбектеріңіз әркез жемісті бола берсін. Шығармашылық игі бастамаларыңызға, педагогикалық ізденістеріңізге жаңа серпін, толағай табыстар тілеймін. Қазақстандық патриотизм мен азаматтық жауапкершілік, құрмет, ынтымақтастық, еңбек пен шығармашылық сияқты құндылықтарды шәкірттеріміздің бойына сіңіру сіздердің еншілеріңізде. Оқушыларымызға осы заманның керемет мүмкіндіктерін пайдаланып, ілім-білім жинауға қашанда асығу керек. Ашықтық, өмір бойы білім алу және білімге деген ұмтылыс, отаншылдық, еңбекқорлық бүгінгі жастардың, яғни сіздердің бойларыңызға қажетті қасиеттер. Озық ойлы, өрісі кең, өрелі азамат болуға әркез ұмтылыңыздар. Баршаңызды мерекемен құттықтаймын.
қай кезеңде де қазақстандық қоғамда білім құндылығы жоғары дәріптелген. 19 ғасырдың екінші жартысында ағартушы Ыбырай Алтынсарин балаларды оқу ілімге шақырды. Ыбырай Алтынсариннің арқасында алғашқы қоңырау соғылды. Оның "Кел балалар оқылық" өлеңі де жастарды білім алуға шақырып, оқу, өнер, ғылым, білім жалпы қазақ халқы үшін даму жол екендігін насихаттайды. Сәлем Аружан. Сәлем Бекжан. Мен бірінші сыныпқа оқуға мектепке келдім. Мұғалім бізге әліппе оқулығын берді. Кәнеке бірге оқиықшы. Мынау әліппенің басында тұратын А әріпі ғой. Сен А әріптен бастап қандай сөздер білесің? Ана, ата, алма. Ал мен әліппе туралы өлең білемін. Ал мен болашақта мектепті үздік бағаға бітіретін боламын. Озат оқушы боламын.
шексіз босаған. Бүгін міне сатуға біз өрледік, сыныбына жолға да қатер бердік. Бастауышты артқа тастап сөкіндік, сыныптастар биік шыңды көтердік. Бастауышпен қоштасатын кез келді, қимай тұрған ұстаздардан біздерді. Алдымызда жарқыраған жарық күн, ұмытпаймыз ешқашан да сіздерді. Бастауышпен қоштасатын кез келді, қимай тұрған ұстаздардан біздерді. Алдымызда жарқыраған жарық күн, ұмытпаймыз ешқашан да сіздерді. Алдымызда жарқыраған жарық күн, ұмытпаймыз ешқашан да сіздерді. Арыстандай айбатты жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты мен жастарға сенемін. Мен жастарға сенемін. Көздерінде от ойнар, сөздерінде жалын бар. Жаннан қымбат оларға ар, мен жастарға сенемін. Мен жастарға сенемін. Таусылындай гүрілдер, айбындала шерімдер, алтын арқа жерімдер. Мен жастарға сенемін. Мен жастарға сенемін. Мен сенемін жастарға, алашатын аспанға. Шығарар олар бір таңда. Мен жастарға сенемін. Қажу бар ма тұлпарға, тау бар ма сұңқарға. Иман күшті оларда. Мен жастарға сенемін. Мен жастарға сенемін. Қоңырау сыңғырлы асыға, үн қосқан қиядан асуға. Білем ал, еңбек ет жас ұлан, өрлесен биік шың басына. Қоңырау үні сыңғырлап, естілді жылы жаныма, күлкідей әсем сылдырлап, бөбекті жейді маңына. Бүлдіршіндер сендерге артар міндет көп. Көтеріңдер мектептің атын құрметтеп. Білімнің көзін аша білсең тереңнен, жетелейді армандарға бұл мектеп. Мектебім мейірім мекен атты, салтанатты жиыны өз мәресіне жетті. Жаңа оқу жылы құтты болсын. Жаңа оқу жылы баршаңызды жаңа жетістіктерге жетелесін. Шығармашылық табыс, отбасыларыңызға амандық, саулық тілейміз. Барлық оқушылар мектепке сыртқы есіктен кіресіздер, сынып сағаттар өтеді. Оқушылардың барлығы сынып сағаттарына барасыздар. Сәлеметсіздер ме?